бір келіншек үйде жылан асырапты. Оның қорегін дайындайды, шомылдырады. Бір күні әлгі жылан ауырып қалыпты. Асқа тәбеті жоқ. Әдеттегідей алдына әкеп қойған қоянға да, тышқанға да тәбеті ашылмай, жанары жәудіреп жата беріпті. Жылан аштан өліп қалама деп қорыққан келіншек ветеринардың көмегіне жүгініп, оның соңғы кезде мүлдем тәбеті жоқ, тіпті түнде маған оратылып алатын болды, оған қалай көмектесерімді білмеймін, дейді. Жыланды әбден тексерген ветеринар, жыланда ешқандай дерт жоқ, сіз маған дер кезінде келдіңіз, жыланның халі жақсы, керісінше бұдан тезірек құтылуыңыз керек. Өйткені әбден сенімге кіріп алған бұл сізді жұтып қоюға дайындалып жүр. Оның сізге оратылып жүргені де ешқандай сүйіспеншілік емес. Ол сізді өлшеп, сол үшін асқазанынан әдейі орын босатып жүр.